Арайлымнан сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін анар, яғни гранатты қалай ашуға болатынын көрсетемін. Ешбір қиындықсыз қалай әдемі ашып дастарханға қоюға болатынын осы видеода көресіздер. Өте оңай. Әдетте көпшілігі анарды аши алмай, суын шығарып қиналады. Міне видеодан қараңыздар. Ең әуелі басын осылай кесіп аламыз. Пышақтың көмегіменен анардың басын алып тастағаннан соң мұқият қарасаңыз, анары көрініп тұрған жер болады, анары өспей көрінбей тұрған жер болады. Міне анары жоқ жерден бастап кесеміз, тураймыз. Демек, ол бөліктерге бөлінген жері, ол жер қалың болады, ол жерде ешқандай анары болмайды. Сол жерден пышақпен тураймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, ешқандай анардың су ағып жатқан жоқ, демек ол бөлікте анар жоқ деген сөз. Анарымызды оңай ғана турадық. Міне ешқандай су ағып жатқан жоқ. Өте әдемі болып кесілді. Ортасындағы бөлігін алып тастаймыз. Анарымыз дайын. Дастарханға қойып тарту етсеңіз болады қонақтарға. Міне өте оңай, тиімді жолын көрсеттім. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Ұнап жатса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.